Сіздер ме, бізде бір пациент қыз жоғалып еді. Иә, ол қыздың аты жөні бізге белгісіз. Дәлел жоқ. Ол қызды алып кетті. Ешқандай видео запись қалмаған. Не үшін сіздер келмей жатсыздар? Жоқ, бізде пациент жоғалып тұр. Сол үшін біз сіздерге айтып тұрмыз. Бұл дәлелі бар ақпарат. Сонда олар осы қызды іздестірмей ме? Енді тек өзіміз ғана іздестіруге мәжбүрміз. Олар не деп айтты? Келе жатыр ма олар? Жоқ, олар келмейді екен. Сендерде ақпарат жоқ, біз келмейміз. Бұл сен жалған ақпарат беріп тұрсың деп келмейді екен. Не? Иә, бұл белгі сияқты еді. Өйткені ол қызды не біз атын да білмейміз, не басқасын да білмейміз, мүлдем туыстарын да көрмедік қой. Бірақ ол қыз жоғалған қалпы біз оны іздестірмейміз ба не? Өзіміз іздестірейік. Иә, кеттік. Сәлем, сен бүгін және кеше еш нәрсе байқамадың ба? Біреу шығып кеткен жоқ па? Соны тексерші. Иә, қазір тексеріп беремін. Бұл жерден тек қана пациенттер ғана кірген, ешкім шықпаған. Демек олар астынан шығып кеткен болып тұр ғой. Иә. Сенде өзі біз палатаның запистері бар ма? Сол сақтала ма? Жоқ. Менде тек қана осы жердікі ғана бар. Болды. Жарайды, рахмет. Жүр кеттік. Біздің жұмыс істейтін жеріміздің ешқандай запистері жоқ. Мүлдем жоқ. Иә. Тым болмаса бізде пациенттер көріну керек еді, бірақ ол да жоқ. Толық қосам. Тек қана бірінші қабаттан ғана запистері бар. Ал біздікі, яғни біздің жұмыс істейтін жеріміздің ешқандай запистері жоқ. Бірақ камера істеп тұр. Иә, камера істеп тұр, барлығы дұрыс, бірақ не үшін бәрі жоғалып кете береді. Әлгі қыздан кейін бүкіл запистердің бәрі өшіп кете береді. Иә, камера ешқандай запись сақтамайтын болған, оны тексертіп те көрдік. Ол қыз жоқ кезде ғана алады, ал ол қыз бар кезде мүлде алмайды. Иә, кейде бір-екі зат өзімен өзі жоғалып кетеді, немесе пайда болады. Иә. Бірінші қай жер тексереміз? Мына жер тексеріп көрейік. Иә. Сәлем. Сәлем. Кеше запистерді көрсете аласың ба? Өткенде айтып еді, камераны жөндепті, енді запистер өшпейді деп. Қазір мен саған көрсетіп беремін. Кешегі запистердің ешқайсысы жоқ. Не, тағы да жоқ па? Не үшін бұл запистердің бәрі өшіп кете береді? Мен білмеймін. Неге? Сенбесеңдер қарағандар, мүлдем жоқ. Тек одан алғы күндердікі бар, кім келді, кім кетті. Содан кейін басқа еш нәрсе жоқ. Сендерге кім керек? Жалпы бізге белгісіз пациент келіп түскен, содан бері запистердің бәрі өшіп кете береді. Иә, ол келгелі бері мүлдем запись сақтамайтын болған. Тек
ол қыз жоқ жерлерде ғана запись сақталады, ал біз оны істейтін жұмыс орындарымызда мүлдем запистер сақталмайды. Камераны да тексертіп көрген болатынбыз. Иә, өкінішті. Жарайды, енді әрі қарай іздестіруді жалғастыра берейік. Мына әлгі қыздікі ғой. Иә. Демек, осы жерден алып кеткен болу керек. Иә, бірақ запистерін мүлдем сақталмаған ғой. Солай ма? Иә, солай. Кеше мен жұмыстан ерте кетіп қаламын. Сонда осы айнан кеткен болып тұр ғой. Иә, жүріп кеттік, тез барайық. Осы жерден алып кеткен. Не оны арбасы? Иә, бұл біздің палатаның арбасы ғой. Осы жерге осы қызды әрі-бері алып келетін едім. Иә, енді жүр былайынан барайық. Иә, қазір қашайық. Енді қайда барамыз? Жүр, ана жаққа барайық. Мұнда басқа жол жоқ. Мына жақпен жүрейік. Өте жақсы жұмыс атқардыңдар. Бұл үшін сендер өте жақсы марапатталасыңдар. Қазірге бара берсеңдер болады. Жарайды. Ал енді сен мен не істейтінімді кеңірек көре жатыр. Жарайсың. Сен де біраз тірлікті бітіріпсің. Енді бұл жағдайды ешкім ешнәрсе білмеу керек. Бұны өз қолына аласың деп ойлаймын. Иә, мен барлығын өз қолыма аламын. Ол жағын уайымдамай қойсаңыз болады. Егер бәрі ойдағыдай болса, сені зор марапат күтіп тұр. Осы ұмытпа. Жарайды. Мен сіздің барлық айтқандарыңызды жасадым. Барлық видеозапистердің бәрін өшіріп тастағанмын. Жарайды, мен саған сендім. Бірақ мен нақты көзім жеткенде ғана сені айтатынымды ұмытпа. Қазірше бара берсем болады. Жарайды. Ол жағынды мойындамаңыз. Айттым ғой, мен бәрін бітіргенмін деп. Уайымдама. Біз енді олардың шамымен қайда бара жатқанын білеміз. Енді бізде жеткілікті дәлел бар шығар деп ойлаймын. Енді полицияға хабарласа білсек болады. Бірақ мен ол қыз үшін қатты уайымдаймын. Я, мен де сені түсініп тұрмын. Бірақ біз полициясыз қазір еш нәрсе істей алмаймыз. Біз әлі толық анық-қанығын білмейміз. Я, сенікі дұрыс. Қазір хабарласам. Алло, сендерге тағы не керек? Сендерде жеткілікті дәлел бар ма? Қазір бөлімшеге келсеңдер болады. Содан кейін көреміз. Сіз бе бағана келмей қойған? Тыныш. Ал енді дәлелдеріңді көрсете беріңдер. Қазір мен айтайын, сен күте тұр. Жалпы бізге белгісіз пациент келген, содан кейін біз осыдан мына суретті тауып алғанбыз. Яғни бір сурет тауып алған болатынбыз, содан кейін осыны біз белгісіз пациент жоғалғаннан кейін қайтадан тауып алдық. Енді суретті көрсетсе? Я, сурет болмаса мен не деп қабылдаймын? Кешіріңіздер, мінеки сурет. Бұл біздің қаламыздағы ең бай отбасы ғой. Не белгісіз пациент, мынау кішкентай шақалақ бар? Иә. Түсінбей қалдық.
қалай сонда ем бай? Иә, тез іске кірісу керек. Мен уже сөйлей алмай қалдым. Болыңдар, тез отырыңдар. Маскара енді жұмыстан шығып кететін болдың ғой. Болыңдар. Қайда өзі бұл жер? Былайынан жүреміз. Шоң мынаяқта екен, таппай жүрмін осы. Жүріңдер бол. Маскара жұмыстан шығып кетпейін тағы. Мынау не тағы есік жабылып қалған. Мен қорқып жатырмын, осы жерде қалайынша. Қайдағы қалған өзі жұмыстан шығып кетейін деп жатырмын. Көмектесіңдер маған есікті ашуға. Мен көмектесемін, мына ұста. Әрине аштық қой, маскара енді жұмыстан шығып кетейін. Болыңдар тез, кір. Кір сен, бірінші кір. Маскара мына екеуі жүр ғой. Мынау біздің пациентіміз, әне оты, кәне ойбай анау ұйықтап қалған ғой. Кетіңдер бұл жерден. Сіз не үшін қашырып жатсыз оларды? Қазір ұстаймын. Мынаны тұрғыз бол. Сіздердің бар болғандарыңыздарға рахмет. Осыны қалай сіздерге жеткізсем болады? Жоқ, бізге ешнәрсе керек емес. Ең бастысы Аннаның денсаулығы сау болсын. Иә, осы белгісіз пациентіміздің Акра атын білдік қой. Осы бізге арман болып кетейін деді ғой. Анашым, болды, жылай бермеңіз. Ең бастысы қазір Анна сау. Әне қараңызшы, күліп отыр. Бәрінен бұрын маған рахмет айтыңдар. Мен болмасам, рахмет сізге. Әне көрдіңдер ме? Мына жаққа шығыңызшы. Сіз қазір кім болып жұмыс істейсіз? Полиция қызметкері. Енді сіз бастық боласыз. Менің қызымды аман есен тауып бергеніңізге сізге мың алғыс. Шын ба? Әрине. Ағай, енді мен жұмыстан шығып кетпеймін. Анна, сен менің қызым емес екенін өзің де білесің. Мен жай ғана бәріне шыдап жүргенмін. Енді келесіде бәрі басынан бастаймын. Мен сені қабылдай алмаймын.